Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге осындай баклажан салатын дайындайтын боламыз. Видеоның соңында мен көруге кеңес беремін. Сіз білмейтін бірнеше құпиясы бар. Ең алдымен осылай видеодағыдай баклажандарымызды турап аламыз. Баклажандарымызды турап болған соң осылай үстінен аздап тұз саламыз және де су құйып 15 минутқа осылай қалдырамыз. Енді қызанағымызды турап аламыз, дәл осы видеодағыдай. Енді арасына соусын дайындаймыз. Ол үшін чесногымызды осылай турап аламыз ұсақтап. Он 15 минут өткен соң баяндыларымызды судан сырғытып аламыз да, оны құрғатып, оның үстіне осындай картофельный крахмал немесе кукурузный крахмалды осындай жарты ас қасықтан салып араластырып аламыз. Енді баяндыны қуырып алу үшін осындай 2 жұмыртқаның үстіне 1 шай қасық тұз салып жақсылап араластырамыз. Енді қызып тұрған майға баклажандарымызды жұмыртқаға малып қуырып аламыз. Енді қуырылған баклажандарымыз суығаннан соң арасына осылай майонездің соусымызды құйып, жағып алып, арасына помидорын салып, осылай видеодағыдай орап дайындаймыз. Міне қыздар, біздің салатымыз дайын болып шықты. Бұл әдеттегі рецепттерден ерекше рецепт. Осы рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар, салаттарыңыз қытырлақ әрі сап-сары болып қуырып, әдемі болып шығады. Қыздар, барлықтарыңызға видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Алдағы уақытта көптеген тамаша салаттың рецепттері шығады. Каналымда күтіңіздер.